мінекей екі воздушный петля көтердік. Және енді накид жасаймыз неге крючокқа. Мінекей мына бастаған жеріміз тұр ғой, содан кейінгі келесі көзге мінекей осылай аламыз. Столбикті, яғни бітпеген жартылай тоқылмаған осылай аламыз. Келесі тағы да накид жасаймыз. Мінекей дәл солай тағы да жасаймыз. Осылай 2 рет жасаймыз. Сонда бізде крючокта 5 осындай тоқылмаған 5 петля болды. Енді тағы да накид жасаймыз. Одан кейін 2 көз тастаймыз. 1-2 көз тастап, 3-ші көзден тағы да осылай іліп аламыз. Мінекей 1, накид жасаймыз. 2. Мінекей бізде 4 жіп қосылды, яғни крючокта 9 жіп бар. Тағы да накид жасаймыз. Мінекей анық көріну үшін. Одан кейін 1 көз, 2 көз тастап, мінекей 3-ші көзден іліп аламыз. 1, мінекей тағы да 2. Міне, бұлардың ешқайсысын тоқымаймыз, бітірмейміз. Яғни міне 1 рет 5 петля алынды, одан кейінгі 4. Енді мына жіпті 2 саусағымызбен ұстап, қатты қысып ұстаймыз. Енді крючоктың басына жіпті алып, осы біздің ілініп тұрған петлялардың барлығының арасынан өткіземіз. Мінекей шығарып алмаймыз. Өтті. Мына жіпті жібермейміз. 2 саусақпен ұстап тұрамыз. Енді осы жіпті мына крючокқа іліп аламыз. Мінекей. Содан кейін мынау біздің жұмыс жібімізді осылай тартатын боламыз. Барынша тартамыз. Мына жіпті шығып кетпеу керек. Осылай жинап барынша тартамыз. Енді дәл осы жерден столбик без накида тоқимыз. Мінекей жаңағы жіптен өткіземіз. Мінекей жиналып тұр. Енді осы екеуінен бірге өткіземіз. Мінекей осылай тартып. Енді 2 воздушный петля көтереміз. 1, 2. Одан кейін накид жасап, мынау көзден, ортасынан тағы да осылай іліп аламыз. 2 рет. 1, накид жасаймыз. 2. Енді келесіні біз мынау накид жасалған жер бар ғой, осы көзден алатын боламыз. Накид жасаймыз. Мұны алынған төменгі жағынан 1, дәл тура осы жерден 2. Мінекей. Ал 3-шімізді накид жасап, 1-2 көз тастап, 3-шісінен алатын боламыз. Мінекей 1, 2. Мінекей осылай 3 алдық. Енді мына жіпті 2 саусағымызбен ұстаймыз тағы да. Және де крючокқа жібімізді іліп алып, жұмыс жібімізді осы біздің аяқталмаған қатарымыздың барлығының ішінен алып шығамыз. Мінекей. Енді қолымызға ұстап тұрған жіпті крючокқа іліп аламыз. Және жұмыс жібін осылай барынша тартамыз. Яғни жұмысты біздің жұлдызшамызды жинаймыз. Енді осы жерден столбик без накида тоқимыз. Және 2 воздушный петля көтереміз. Енді ары қарай тура осылай тағы да накид жасаймыз. Главный осы жерде тұрған көз тұр ғой. Осы көзден 2 рет алатын боламыз. Яғни 1, 2. Мінекей 2 рет алдық. Тағы накид жасаймыз. Енді мына жерден аламыз. Мінекей гүлдің төменгі жағы алынып тұрған жерден тағы да осы жерден 2 рет алатын боламыз. 1, 2. Мінекей. Одан кейін накид жасаймыз. 1 көз, 2 көз тастап, 3-шісінен алатын боламыз. 1, мінекей 2. Осылай 3 рет қайталады. Біріншісінде 5, одан кейінгі де 4, одан кейін 4. Енді жұмыс жібімізді осылай ұстаймыз. Кішкене қалдырып, одан кейін крючокқа іліп, мынаның барлығының арасынан өткізетін боламыз.
және мына жіпті іліп жұмыс жібімізді тартамыз. Содан кейін столбик без накида тоқимыз. Мінекей столбик без накида тоқыдық. 2 воздушный петля көтереміз. Мінекей біздің мынау жұлдыз узорымыздың жартылай жұлдыз екені көрініп келе жатыр. Мінекей 2 воздушный петля көтердік. Накид жасаймыз. Мына жерден осылай 1 2. Енді келесісін мына төменгі жақтан алып отырамыз. Мінекей алынған жер бар ғой, сол көзден тағы да аламыз. Мінекей 1 2. Ал енді үшіншісін 1 2 үшіншісінен алатын боламыз. Сол кезде тура мына маркердің орнынан аламыз. Накид жасаймыз, мына маркердің орнынан аламыз. Енді мына маркерді біз осылай шеше берсек болады. Дұрыс тоқсаңыздар, тура соңғы үшіншімізді осы маркердің аяқталған жерінен алатын боласыздар. Мінекей осылай тағы да бір рет 5 жіп, одан кейін 4 жіп, одан кейін 4 жіп, осылай 3 рет алдық, 3 жапырағын. Енді жіпті осылай 2 саусағымызбен ұстаймыз, және де мынаны крючокқа осылай іліп аламыз. Енді мынаны крючокқа іліп алып, осы жұмыс жібімізді барынша тартамыз. Мінекей барынша тартамыз, және де столбик без накида тоқимыз. Мінекей столбик без накида тоқыдық. Енді 1 2 воздушный петля, одан кейін мынау алған жеріміз бар ғой, сол жерден кейінгі көзге осылай столбик без накида тоқып, осы бірінші қатарымызды аяқтаймыз. Және де мынаны сәл шығарып, осылай маркермен бекітіп кетеміз, және де осылай тартамыз. Мінекей осы жұлдызша узорын бастадық. Осылай біздің бірінші қатарымыз мінекей осылай болды. Енді екінші қатарымызды бастаймыз. Мінекей енді екінші қатарды бастау үшін мына жібімізді мына бетке алып келеміз. Кәдімгі домашний тоқыған ұқсатып. Енді мына бастаған жерден кейін бір көз, екі көз тастап, үшіншісінен жоқ. 1 2 3 көз тастап, төртіншісінен аламыз. 3 көз тастаймыз, және төртіншісінен осы жібімізді іліп алатын боламыз. Мінекей 2 воздушный петля көтереміз. Бұл бізде екінші қатарымыз. Накид жасаймыз. Осы 2 воздушный петля алғаннан кейінгі көзден іліп аламыз, яғни мінекей біреу шығарамыз, накид жасап, тура сол көзден екіншісін жасаймыз. Енді келесісі бізде 2 көз тастап, үшіншісінен алған кезде мінекей мынау басталған жеріміз тұр ғой, осы жерден алынатын болады. Накид жасаймыз. Мына жерден мінекей осы басталған жерінен аламыз. Біреу, накид жасап, екеу. Енді үшіншісін накид жасаймыз. Мынау біздің жұлдызымыздың төбесі тұр ғой, біріккен жері, осы жерден аламыз үшіншісін. Накид жасаймыз. Мінекей екіншісі. Осылай үшеу болды, міне. Енді мына жібімізді ұстап тұрып, осылай тартып, мынаның барлығынан өткіземіз. Мынау қолымызға ұстап тұрған жіпті шығарып алмау керек. Шығарып алсақ, мына жағы сетінеп кетеді. Енді бұны крючокқа іліп, мына жұмыс жібін барынша осылай тартатын боламыз. Енді столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Сөйтіп накид жасаймыз. Және де мына көзден, сол 2 воздушный петля шыққан көзден 2 рет осылай алатын боламыз. Накид жасап 1, накид жасадық, екінші рет.
Енді келесісін накид жасаймыз. Келесі жұлдызымыздың мына ортасынан алатын боламыз. 1 накид жасап, 2. Үшіншісін келесі мінекей әр жұлдыздың осы төбесінен алатын боламыз. Мінекей мынау бізде 3 рет алдық. Енді мына ұстаймыз жібімізді, осылай крючокты алып, мына барлық аяқталмаған қатарымыздан өткіземіз. Және де осыны крючокқа өткізіп, жұмыс жібін осылай тартатын боламыз. Қаттырақ. Одан кейін столбик без накида тоқимыз. Және мінекей 2 воздушный петля көтереміз. Дәл солай жалғастырып кетеміз. Мінекей 1 воздушный, 2 аламыз. Мінекей накид жасаймыз. Келесісінен 1 накид жасап, 2 накид жасаймыз. Міне келесі жұлдыздың төбесінен 1 2 осылай 3 рет алдық. Мінекей. Енді осылай жіпті ұстап тұрып, мынаның барлығының арасынан өткізіп аламыз. Осыдан өткізіп, барынша жұмыс жібін қаттырақ тартамыз. Арасы ашық қалмас үшін және столбик без накида тоқимыз. Енді осы жерден 2 воздушный петля көтеріп, накид жасаймыз. Мына домалақ жерге тесікке кіргіземіз. 1 накид жасаймыз. Екінші рет аламыз сол жерден. Накид жасаймыз. Келесі жұлдыздың төбесінен аламыз. 1 2. Одан кейін накид жасаймыз. Мінекей мынау 3-ші жұлдыздың көзінен аламыз. 3 рет алдық. Енді осы жұлдызымызды аяқтаймыз. Ұстап тұрамыз. Мінекей. Бәрінен өткіздік. Енді мынаны крючокқа іліп аламыз да жұмыс жібімізді тартамыз. Және де осы жерден столбик без накида тоқимыз. Енді біз соңғы жұлдызымызды жасаймыз. Осы жерде қатар бітеді. Осы жерде осыны жаттап алыңыздар. Өйткені себебі осы нені біз әр қатар аяқталған кезде осылай бітіретін боламыз. Осы екінші қатарды қалай бітіреміз? Біз осы жұмысымыз аяқталғанға дейін солай бітіретін боламыз. Мінекей осы жерді мұқият қарап алыңыздар. 1 2 воздушный петля көтердік. Мінекей. Енді накид жасаймыз. 1 2 алдық. Накид жасап, келесі көзден 1 накид жасаймыз. Келесі көзден 2. Енді біз үшіншіні қай жерден аламыз? Мына біз үшіншісін накид жасаймыз. Мынау біздің бірінші қатар бітіп тұрған маркер тұрған жеріміз бар ғой, соның астындағы көз тұр. Мінекей мынау ашық ілініп бітірген. Сол жерден алатын боламыз. Мінекей 1 накид жасаймыз. Сол маркердің астындағы көзден екінші рет аламыз да, және де мына маркердегі жіпті іліп алып, маркерді алып тастаймыз. Енді мінекей бізде 3 болды. Біріншісінде 5 жіп алдық, 4, одан кейін 4. Енді біз тағы да 1 рет алатын боламыз. Накид жасаймыз. 1 көз, 2 көз тастап, мінекей 3-ші көзден бастаймыз. 1 накид жасаймыз. Мінекей 2. Сонда біз әр қатарды осылай аяқтайтын кезде мынандай 4 аламыз. 4 жапырақ аламыз. Яғни 1 мынаны ұстап тұрамыз. Енді осының барлығынан қатты ұстаймыз. Барлығынан біздің жұмыс жібімізді өткізіп шығамыз. Мінекей соңғысынан. Және де мына жіпті крючокқа іліп осылай барынша тартамыз. Мінекей осылай столбик без накида тоқимыз. Және де 2 воздушный петля көтеріп, мынау жұлдыз алған жеріміздің кейінгіге столбик без накида тоқимыз. Және де бұны шығарып осылай маркермен тағы да осылай іліп кетеміз, сөгіліп кетпес үшін. Мінекей сәл тартын қараймыз. Мінекей. Енді біздің екінші қатарымыз осылай болды. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарда дәл осылай
үш көз тастап төртіншісінен бастаймыз. Және де аяқтаған кезде міндетті түрде жаңағыдай 4 жапырақ алып аяқтайтын боламыз. Енді үшінші қатарда бір рет сіздерге көрсетіп жіберейін басталуын және аяқталуын. Осы аяқталуына дұрыс аяқтасаңыздар болды. Мінекей, жіпті осылай қарай алып келеміз. Және де үш көз санаймыз. 1, 2, 3 көз санап, 1, 2, 3 санап, төртіншісінен бастайтын боламыз. Мінекей. Осылай іліп аламыз. Іліп алдық. Және де 1, 2 воздушный петля көтереміз. Накид жасаймыз. Келесі көзінен осылай аламыз. Тоқмайы 1, накид жасаймыз. 2. Енді келесісін мына жерден аламыз. Басталған жерінен екіншімізді. 1, 2. Енді үшіншіні мына жұлдыздың жоғарғы жағынан аламыз. 1, 2. Мінекей, осылай ұстап тұрып, арасының барлығынан өткіземіз. Және мынаны крючокқа іліп, осылай жұмыс жібімізді тартатын боламыз. Және де осылай столбик без накида тоқимыз. Барынша тартамыз, себебіне арасындағы жұлдызымыздың несі қатты ашық болып кетпес үшін осылай тартыңқырап тоқимыз осы жерге келгенде. 2 воздушный петля көтереміз келесі гүлімізге. Накид жасап, мына көзден аламыз. Енді тек ешқандай өзгеріссіз әр гүлдің төбесінен алып кете бересіздер. Және де осы қатарды бітірген кезде жаңағыдай 4 жапырақпен бітіретін боламыз. Мысалы, біздің 2 жапырақ алып, келесі 3. Біз әр 3 жапырақты осылай жұлдыздың үшінесін біріктіріп кетіп жатырмыз. Соңғысында ғана 4 рет алатын боламыз. Және де осы менің каналымның даму мақсатында маған тіркеліп, комментарий жазып, келесіде қандай жаздық аяқ киім түрлерін тоқып үйренгілеріңіз келеді. Соны астына пікір етіп жазып кетулеріңізді сұраймын. Өте көп уақыт үзілістен кейін шығып отырғаннан кейін бүгін өте қобалжып түсіріп отырмын видеоны. Осы еңбегімді бағалап кетіңіздер. Жіпті ұстап тұрып, осылай үшеуінен өткіземіз. Осы екінші қатар қалай тоқылды? Үшінші қатар, төртінші қатар барлығы дәл солай тоқылып кете береді. Накид жасап, ешқандай өзгеріссіз, аяқталатын жерін сіздерге тағы да бір көрсетейін деп отырмын. 2. Накид жасап, келесінен аламыз. 2. 3 болған кезде осылай барлығынан өткізіп, аяқтап жинаймыз гүлімізді. Жұлдызшамыз гүл. Біреулер 6 жапырақты гүл дейді, жұлдызша дейді. Осындай әдемі узор. 2 воздушный петля көтереміз. Накид жасаймыз. Мына жерден 1, 2. Накид жасаймыз. 1, 2. Накид жасап, мына жерден 1, 2. Осылай 3. Ұстап, жіпті осылай қатты ұстаймыз 2 саусақпен. Осылай наңдарын арасынан өткіземіз. Крючокқа іліп, жұмыс жібімізді барынша қаттырақ тартатын боламыз. Столбик без накида тоқимыз. Енді 1, 2 воздушный көтереміз. Мінекей осы соңғы жапырақтарды аламыз. Осылай қазір қалай бітіретінін көретін боламыз. Осы жерді мұқият көріп алсаңыздар. Мінекей осы үшінші қатардың аяқталуын көрсетемін. Барлық қатарды осылай аяқтайтын боласыздар. 2 воздушный петля көтердік. Накид жасаймыз. Мінекей мына ортасынан 1 рет аламыз. Накид жасаймыз, тура осы жерден екінші рет аламыз. Енді екінші жапыраққа накид жасаймыз. Келесі ортасынан алатын боламыз. 1. Накид жасаймыз.
қайтадан аламыз. Енді үшіншісін қайдан аламыз? Накид жасаймыз. Мінекей мына маркері қойылып тұрған біздің мына жеріміз бар ғой, тура осының мына асты тұр ғой, мына тесік болып. Осы жерден 2 рет аламыз. Маркерді осылай жанына қарап ұстай тұрамыз. Мына тесікке кіргіземіз. 1 накид жасаймыз. Дәл сол тесіктен екінші рет аламыз да. Енді маркерді аузын мына крючокқа іліп аламыз, маркердегі жіпті. Енді маркерді 3 енді төртіншісін жасаймыз, иә. 4 жапырақ жасаймыз дедім. Накид жасап, 2 көз тастап, осылай алады. Накид 2 4 жапырақтың 4-еу тұр. Мына жіпті осылай ұстап, жұмыс жібін өткізетін боламыз. Мінекей жұмыс жібін өткіздік. Ұстап тұрған жібімізді крючокқа ілеміз. Осылай жұмыс жібін барынша тартып, столбик қойымыз. Мінекей столбик қойымыз. Және де 2 көтеріп, үшінші қатарымызды аяқтаймыз. Үшінші қатарды аяқтайтын кезде жерімізден кейінгі көзге столбик аяқтайтын боламыз. Мінекей. Тура осы жерге маркерімізді мінекей. Және де осы жағын тоқып келе жатқан кезде мына жібімізбен осылай басы мен аяғы бірдей болу керек. Мінекей. Егер сіз мына ортасын дұрыс тап, мына былай қарай мына жақта, аяғы мына жақта болып кетеді. Сол үшін ортасын дұрыс табамыз, қыздар. Және шебер ханымдар, мінекей. Осылай ұстағанда, міне түп түзу болу керек, е. Мына бізде алды узкий болғаннан кейін осылай, мінекей осылай тұр. Егер кейде сәл ғана қисайып кететін болса, мына жақтан 3-еу алып 4-еу бастадық қой, сол жерден сәл мына жағымыз үлкейіп кетіп жатқан болса, сәл бері қарай 2-еу тастап, үшіншісінен бастасақ болады. Солай түзулеп жіберуге болады. Ал егер қатты қисық болса, онда қайтадан басынан бастайсыздар. Себебі мына жерден ортасын дұрыс тапқан жоқсыздар. Ортасын дұрыс тапсаңыздар, осылай түзу шығады. Осылай әр қатарды біткен кезде осылай көріп отырыңыздар. Бастаған жерімізбен аяқтаған жерімізді осылай жібімен өлшеп көріп отырасыздар. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Мына қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Яғни 3 көз тастап, 4-шісінен бастаймыз. Және де аяқтаған кезде мен қазір көрсеттім 2 рет, 2-ші қатарда және 3-ші қатарда. Дәл тура барлық қатарды солай аяқтайтын боламыз. Мінекей ханымдар, біз осылай аяғына дейін жұлдызша узорымен тоқып шықтық. Мінекей жұлдызша узор осылай өте әдемі шықты. Енді мына жерден соңғы бір қатарын тоқып шығамыз. Оны тоқымасаңыз да болады, осындай өте әдемі болып шығады. Және де сіздерге айта кететіні, мысалы мен мына әр жұлдызды келесі қатарда бастағанда 3-еу тастап 4-шісінен бастап отырдым ғой. Ал егер сіздерде жаңағы заказ берген адамның аяғы подиумы үлкен болатын болса, сәл кеңдеу қылып жасайтын болсаңыздар, 2-еу тастап 3-шісінен бастасаңыздар, және 1-еу тастап 2-шісінен бастап, солай біз мына жерін подиумын кеңейте аламыз. Ал негізі
осылай үшеуі тастап төртіншісінен тоқылады, осы жібек жіппен тоқығанда. Ал мінекей осылай тоқып шықтық. Енді соңғы қатарын тоқитын боламыз. Ол үшін мына жібімізді мына басына қайтадан алып келеміз. Сөйтіп мінекей мына жердегі тура түбіндегі осы мына келесі көзден бастайтын боламыз. Мінекей біреуін іліп аламыз. Міне бір воздушный петля іліп алдық. Накид жасап, мінекей мына келесі мына жерде көз тұр ғой. Мына осы жерден 3 столбик с одним накидом. Яғни бір накидпен столбик тоқитын боламыз. Біреу накид жасаймыз. Дәл тура сол тесіктен екеу. Дәл тура сол тесіктен үшіншісін тоқимыз. Мінекей үшеу тоқимыз. Және де мынау келесі мына жердегі көз тұр ғой. Осы жерге соединительный петля, яғни жалғау петлясіне осылай жалғаймыз. Сонда мына иректеп басталды. Келесісі накид жасаймыз. Енді қыздар ары қарай мінекей мына әр жұлдыздың мына ортасы тұр ғой. Жұлдыздар гүліміздің ортасы, сол жерден 3 столбик с одним накидом тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу. Ал бұны мына келесі жұлдыздың ортасынан бітіреміз. Соединительный петля жасаймыз. Одан кейін келесі жұлдыздың мына ортасындағы тесіктен тағы да 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей. Одан кейін келесі жұлдызымыздың ортасына соединительный петля қылып, осылай жалғаймыз. Накид жасаймыз. 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, осы бір көзден аламыз. Екеу, үшеу. Соединительный петля жасаймыз. Мінекей. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тура осылай. Мінекей мына шетін бәрі осылай ирек-ирек болып. Мына шетке келгенде бітіріп, жаңағыдай зажигалкамызбен немесе кеуіртімізбен осылай аяқтап, мына ішіне қарай күйдіріп жабыстырып тастаймыз. Сол кезде мүлдем ажырамайтын, сөгіліп кетпейтін болады. Дәл осы узормен алды ашық қылып жасасаңыздар да болады. Мінекей. Осылай жасаймыз, тоқи береміз осылайынан. Жібіміз шатасып оралғанда. Мінекей мына келесі көзге соединительный петля. Келесі көзден 3 столбик тоқимыз. Мінекей. Біреу, екі, мына үшіншісі. Келесі соединительный петля жасаймыз. Накид жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз.
соединительный петля накид жасап, мына соңғы гүлдерімізге келіп қалдық. Соединительный петля жасаймыз, накид жасаймыз. Мына жерден осылай. Екеу, үшеу. Ал енді соңғы гүлімізге осы 3 столбик тоқыдық. Енді бітіретін кезде осыны соединительный петлямен мынау біздің недегі маркердегі жібімізді іліп алып, осыны қосып жіберіп бітіре салуымыз. Енді тесікке алып, осылай осыдан өткізіп, мінекей соединительный петля жасап жібереміз. Және де соңғы мына жердегі көзден тағы да 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей. Біреу, екеу. Соңғысы қиындау болады. Жібімізді шығарып алмай тоқимыз. Мына жібек жіп өте сырғанақ тез сөгіліп кетеді. Мінекей үшеу. Және де келесі көзге соединительный петлямен осылай бітіретін боламыз. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын әдемі. Осылай бітіреміз. Мінекей енді мына жібімізді осылай сәл ұзындау етіп тартып алып, мына күйіртпен, негізі оттықпен, яғни зажигалкамен істеген жеңіл болады, қатты жанбайды. Енді осы жіпті шығып кетпес үшін біз мынаның арасынан арлы берлі өткізіп аламыз. Осы бетінен ең астыңғы қатар бар ғой, столбик без накида тоқыған, содан 4 рет, 5 рет өткіземіз. Неғұрлым көбірек өткізсек, сөгіліп кетпейді. Өте мықты болып шығады. Енді тағы да бір өткізсем болып қалады. Ең астыңғысынан өткізсек көрінбейді. Қайта кетті. Енді мына жерін осылай ұстап, қатты күйдіріп алмаймыз. Негізі өте жай жанатын зажигалкалар бар, солармен күйдірсеңіздер қатты қараймайды. Мына жерін қатты жақындатпаймыз, осылай күйдіріп аламыз. Осысын барынша осылай жабыстырып тастаймыз еріп тұрған кезінде. Осылай енді біздің жұлдызша узорымен алды жабық сабо табанға тоқылған аяқ киіміміз аяқталды. Мінекей сіздерге ұнаса және де пайдам тисе, комментарийға жазып кетіңіздер, лайк қойып кетіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және келесіде қандай аяқ киім тоқып көрсеткенімді қалайсыздар. Осы жаз мезгіліне арналған. Мінекей осындай 2 парда дайын болды.
өзіңіздің фантазияңызға қарай брошкілер, моншақ болсын. Негізі мына жұлдыз узорына ортасына моншақтар, майда моншақ қойған әдемі көрінетін сияқты. Мені қолдап, осы қазақ тілді YouTube каналын қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.